Достар, кино басталмай тұрып, Айба-шайба каналына тіркелулеріңізді сұраймын. Бұл каналда күнделікті ғажап адамдар туралы әңгімелер айтылуда. Күнделікті жаңа видеолар шығады. Қазақша контентке үлес қосып тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сілтемесі төменде. Ал біз бастаймыз. Барлығыңа сәлем достар. Сіздермен бірге кино шолу арнасы. Бүгін біз 2014 жылы шыққан Джон Уик фильміне шолу жасайтын боламыз. Фильм Джон Уиктің есін жоғалтқан өте аянышты күйде көрсетумен басталды. Бірнеше күн бұрын Джон әдеттегідей оянып, оның көз алдынан әйелінің қайтыс болған сәті өтеді. Шеру рәсімінде біреу Джонды мұқият қадағалап аңдуда. Маркус оның бұл қайғылы оқиғаны жіберіп, өмірін жалғастыру керек екенін жеткізуге тырысады. Қонақтар кеткен бойда Элланың қоштасу сыйлығын жеткізушілер әкеліп берді. Джон, мне жаль, что меня нет сейчас рядом с тобой. Оның ішінде Тейси есімді кішкентай ит болды. Джон бірден итке жататын орнын ыңғайлап береді. Таң атып жаңа күнге келіп жеттік. Джон итке кішігірім жеңіл тамақ береді де, Стейсимен бірге көлікке отырып, жанармай құю бекетіне барады. Онда олардың серуенін бір топ жігіттер бұзады. Және жігіттердің бірі Йозеф Джонның көлігін сатып алуды ұсынады. Она не продается. Бас тартуды естіген Йосиф агрессия көрсетуде бастайды. Джон жай кетіп қалады. Түнге жақын Тейси Джонды оятады. Өйткені олардың үйіне белгісіз адамдар кіріп кетті. Джонның дәл көз алдында Тейсиді өлтірді. Олардың арасында Йосиф та болды. Біраз уақыттан кейін Джон Тейсиді жерлейді. Енді оған өмірдің жаңа мәніне ие болу керек. Яғни мына арамзалардан кек алу болды. Ұрланған көліктердің қайда кеткенін біліп, Джон мекемеге келеді. Аурелио Йосифтің тобы осы уақытқа дейін Джонның артынан жүгіргенін білді. Және олардың үлкен қателік жасағанын ақырын сездіріп, кейін Джонға жаңа көлікті тапсырды. Сөйтіп олар банданың басшысы Вигоға оның ұлының қандай қиындыққа тап болғанын түсіндіреді. Сол себепті адамдарға Йосифті әкелуді бұйырады. Ол көлікті ұрлаған адам көптеген адамдарды кәдімгі қарындашпен жоятынын, бәрінің ішіндегі ең мықтысы екенін, және ол міндетті түрде әлі-ақ Йосифке жететінін айтты. А теперь мой сын через несколько дней после смерти его жены убил его щенка. Сосын көңіл айту үшін Джонның өзіне телефон соғады, бірақ Джон оларға мән бермейді. Және Вига дереу барлық адамдарды жинауға бұйрық береді. Біраз уақыттан кейін Виганың тобы Джонның үйіне кіруге тырысады. Бірақ оларды күтетін нәрсесі толығымен жойылу. Джон бәрін шеберлікпен 1-2 минуттың ішінде аяқтап тастайды. Бұл шуға полиция келді. Полиция қызметкері оның досы болғандықтан, оның өткен өмірін жақсы біледі, және жай Джонды жалғыз қалдырады. Джон жинаған ақшасын санап, төбелестің ізін жою үшін арнайы қызмет шақырылады. Өз адамдарының жойылғанын түсінген Вига Джонды $2 миллион тапсырыс беруді, Йосифті қызыл шеңберге апаруды сұрайды. Және сол жерде олар Джонды күтуде. Кейін ол Маркусқа барып, Джонды жоюды ұсынады. Бағаны естіген Маркус бірден келіседі. Джон континенталға келе жатыр, бірақ Маркустың оның ішіне түскенін білмейді. Харон қонақ үй иесінің өзгермегенін айтты. Мұны естіген Джон бір бөлмені жалға алып, күннің қалған бөлігін әйелмен бірге түскі бейнефильмдерді көрумен өткізеді. Біраз уақыттан кейін досы Уинстонға бару үшін құпия клубқа бару идеясы келеді. Өйткені оны Йосифқа әкеле алатын сол. Әрине, Уинстон оны жойғысы келетінін білді. Джонның өзінің ескі өміріне оралуға дайын ба екенін білуге тырысады. Вика тіпті Джонның континенталдағы отырғаны туралы ақпараттар алады. Сонымен қатар Джонды жоюға дайын олардың адамы бар, бірақ қонақ үйдің ережесіне сәйкес бұл жерде адамдарды жоя алмайды. Әйтпесе оларға үлкен айыппұл салынады. Бірақ Уинстон Йосифті қайдан табуға болатыны туралы кеңес береді. Бұл Джонның кек алу үшін қызыл шеңберге өту алдында бірден қарулануына себеп болды. Танысын көрген Джон демалыс алып, өмірін сақтап қалуға құқық береді. Содан кейін ол Йосифтің тобын жоюға кіріседі. Барлығы тынышталғаннан кейін Джон клубтың келесі бөлігіне өтті. Және ол толығымен қауіпсіздікке толы болса да, камералардың астында Джон Йосифтің адамдарын бір-бірінен соң бірін жойды. Көптен күткен нысанаға жету кезінде күзетшілердің бірі барлық жоспарды бұзады. Олардың арасында Джон Уиктің өзі де бар екенін қазір бүкіл клуб біледі. Осы уақыттың өзіне сенімді Йосиф бұтына жіберіп қойды. Енді Джон өз мақсатына жетуге ғана емес, сонымен қатар бірге келген күзетшілермен де күресуге мәжбүр болды. Йосиф бұл жерде Джон Уик бар деп айқайлайды. Бұл оны тоқтатуға жеткіліксіз.
бірақ Йосифтің жолы болды және оны кіре берісте көлік күтіп тұрды. Бұл оның қашып кетуіне мүмкіндік берді. Джон жанжалды аяқтаған кезде біраз уақыт өткен соң дәрігерден сұрау үшін қонақ үйге оралады. Осы уақытта Маркус снайпер позициясын орнатуда. Джонның бөлмесіне біреу кіріп жатқанын көріп, Джонды ояту үшін әдейі жаңылды. Тіпті көптеген жарақаттармен Перкинспен де күресе алды. Қыздың өміріне айырбастауға Джон Йосифтің қазір қайда екенін анықтауға тырысады. Перкинс өз клиенттеріне опасыздық жасағаны үшін өте қуанышты. Шуға тағы бір осындай адам Гарри келеді, бірақ ол ережелерді бұзуға қарсы. Сөйтіп Джон Перкинспен отыруын сұрайды. Жаңа күн болды. Джон қажетті жерге жетіп, барлық күзетшілерді лезде жойып, кештің жүрегіне еніп, Виктің барлық заттарын жояды. Сонымен қатар Гарри құрметті адам ретінде Перкинске дұрыс қарауға тырысады. Өзінің сақтығын жоғалтып, сондықтан ол бұл дүниені тастап кетеді. Ал Джон Виганың адамдарын жоюға кіріседі. Рас сандық артықшылыққа байланысты ол талып қалады. Оны ұстап құрылыс алаңдарының біріне әкеледі. Вига жеңдім деп ойлап барлық жағынан келеке етеді. Бірақ Джонға бәрібір, өйткені ол әлі жұмысын аяқтамаған. Маркус Джонды құтқару үшін тағы бір рет кіріседі. Содан кейін ол оқ ашу үшін мүмкіндігінше тезірек көлікке қарай ұмтылады. Ал Вига өз өмірін сақтап қалу үшін тапсырысты жойып, олының қайда екенін айтып беруге уәде береді. Джон келіседі. 1-2 сағат өтіп, Джон шайқасқа кіреді. Жол бойындағы көліктерді қиратады. Енді ғана Йосиф бұл дүниені тастап, қаншалықты қателескенін түсінді. Вига ұлының өлгені туралы хабарлама алады. Джон Маркуспен кездескен кезде қонақ үйден жаңа көлік түріндегі қоштасу сыйлығын алады. Джон Маркусқа көмек үшін рахмет айтады. Ал Перкинс оларды бақылап отыр. Үйге баратын уақыт келді. Түнге жақын Виганың өзі басқарған адамдары Маркусқа келеді. Ол оған опасыздық жасағанын жақсы түсінеді. Оның бәрі аман қалған Перкинстің кесірі. Ал Маркус ескі гвардия және оның бөлігі Вигадан әлдеқайда жоғарғы болғандықтан, ол досы Джон Уикке опасыздық жасамай, өзі қалағанда кетті. Бірақ ақыры Маркус бұл дүниеден өтеді. Джон жоспарларын түбегейлі өзгертеді. Бірақ Перкинс судан құрғақ шықтым деп ойлап, келесі үкіммен қонақ үйдің басшысының қолына түседі. Осыдан кейін Уинстон Джонға Виганы қай жерден табуға болатынын көрсетеді. Әрине Джон оларды бірден тауып күзетшіні жояды. Вигаға жоспар келеді және ол дереу Джонды судан лақтырғысы келіп көлікпен итереді. Бірақ Джон көліктің артқы есігінен секіріп шығып, Виганың жоғалғанын байқайды. Рас ол қашып құтыла алмады және бірден оқтарды қолданбауды ұсынады. Бұған Джон тағы да келіседі. Бастапқыда бүкіл шайқас тең жағдайда өтеді. Рас Джонның тәжірибесі әлдеқайда көп. Соңында ол жеңе бастайды. Ақыры Вига қанжарын Джонға тығуға тырысады және Джон оған қайтарып беруіне ешкім кедергі келтірмейді. Бізді фильмнің басына келді. Джон күш қуатын жинап ветеринарлық клиникаға келеді. Онда ол өзіне алғашқы көмек көрсетіп, көзі бір итке түсіп кетіп, үйіне алып кеткісі келеді. Осымен фильм аяқталды достар. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Киножолу арнасы. Келесіде кездескенше.